5 адамды алып келген ең басты сұрақ әрине облыс басшылығына болды, футболшыларға емес, тренерге емес. Неге ол тренер вообще қазір отыр өз орнында? Соған сұрақ. Спорттық директор неге алып келді деп ойлайсыздар Марат Хайруллинді? Басшылықты кінәлап жатыр ғой, енді Шалекеновтен бастап бәрін енді кінәлап жатыр. Енді сол сәл ашуын басу үшін Марат Хайруллин шақырып отыр. Марат Хайруллин мен білмеймін, жалпы бұған дейін қай жерде істеген, бір кішігірім агент болып жүргенін білдім. Жоқ, негізі енді бұл дұрыс емес деп ойлаймын. Біз енді әр подкастта айтамыз, Ақтөбенің жанкүйерлері ең үздік, номер 1 дейміз. Енді сөзсіз үздік, бірақ енді мынадай нәрселермен оған кері әрекет жасап жатыр. Жанкүйерлік деген ол ондай нәрсе емес. Кеше бір сыртқа шығармай жатыр. Қазір қарап отырсаң, Қызылжар бір ең бір андай былыққа батып кеткен клубтардың бірі осы Қызылжар негізі, Тұран емес. КПЛ-дің әрбір турдағы бүкіл матчтарын кім қарайды? ютубтан қараңызшы енді. Кім қарайды? Әлібек қарайды. Мен қараймын. Сен қарайсың ба бүкіл матчтарды? Сен жаңа КПЛ матчтарын бәрін қарайсың ғой, денсаулыққа зиян емес па? Кішкене сыр беріп отқан жоқ па денсаулыққа? Жалпы, иә. Ассалаумағалейкум баршаңызға, құрметті Спорт Пульс YouTube арнасының көрермендері. Бүгін доп жетпес бағдарламасының кезекті шығарылымын жасауға біздер келдік. Футболдан Қазақстан Премьер Лигасының әлемдегі ең үздік лиганың 19-шы туры аяқталды. Студиямызда әдеттегідей біздің тұрақты сарапшымыз Әлібек Кенжалы. Әлібек, қош келдің. Сәлем. Және бүгін бізде Астанадан арнайы Эльдар Аманбаев келді. Эльдар, қош келдіңіз. Ассалаумағалейкум, қош көрдік. Эльдар, сізге негізі жалпы осы турдағы ең қызықты ойын қай матч болды? Енді мен асыға күткен ойын әрине бұл Көкшетау қаласында болды, өйткені Оқжетпес өзінің алаңына оралды. Жаңағы біздің серіктестеріміз Оқжетпес, Елімай да біздің серіктес, Карпович қалай командасын дайындайды, Нұрдәулетов екеуін бір-бірін ойнаған, жақсы таныс, сол матч өзіме қызық болды. Ал жексенбі күндегі ойындар ішінде әрине ол Ақтөбемен жеңіс. Ендеше Ақтөбе жеңіс ойыннан бастайық. Мен үшін де сол ойын қызық болды. Ақтөбе өз алаңында елордалық командаға 2-0 есебімен есе жіберді. Негізі мен жалпы ойлаймын, бұл жерде енді Ақтөбе анау басында Легиямен ойнады, одан кейін 2 күннен кейін Тобылмен болды, одан кейін Спарта, Прагаға барды, қайтты, арада қаншама жол деген сияқты. Осы ойынды енді қазір Ақтөбе чемпион болғысы келетін болса, бұл ойынды ауыстыру керек еді басқа күнге. Солай емес пе? Солай? Менің білетін ақпараттар бойынша жеңіс оған қарсы болмаған екен. Мүмкін, бірақ қателеспесем жаңа рейс логистика жағынан қателіктер тудырды. Жеңістің бапкер айтқан, Демченконың айтқан негіз келсем, бізбен бірге Ақтөбеге ұшып келген командадан жалпы біз білдік өзіміздің күшімізді, жалпы олар үшін қиын матч болатын, ешқандай жаттығусыз ойын болды. Енді Ақтөбе жалпы енді болды ғой, чемпиондық енді қалыспайды. Иә, биыл осы жылда болмайды. Қайтадан енді 10 жыл өткеннен кейін де чемпиондық көрмейміз деп тұрық. Енді жалғыз біздің енді мақсат, Ақтөбенің мақсаты жалғыз. Енді үштікке кіру, ол да қиын негізі. Ол жерде де қателеспесем 5-6 ұпай бар тобыл арасында. Немесе 4-ші орынды жібермей, және кубокта тобылға жанкер болу. Сол кезде 4-ші орын Еврокубокқа жолдама алып береді. Жалпы сол Ақтөбе бойынша қазір енді кадрлық өзгерістер болайын деп жатыр. Ол туралы қазір Эльдар айтатын шығар. Жалпы сол енді Ақтөбе қазір сынайын десең не деп сынарын да білмеймін. Ойыншыларға бірінші айтайын десем, олар кеше ғана ұшып келді. Бапкерлік штабқа бірінші айтайын десек, оларда ауыстыратын адам жоқ. Енді басшылықта бірінші айтайын десек, біз Қазақстанда тұрып жатырмыз деген сияқты. Бірінші енді ойын туралы айта өтейік. Эльдар, жалпы жеңістің 0-2 есебімен сырт алаңда Ақтөбені жеңіп кетуі бұл сенсация емес шығар қазір, әлде сенсация ма? Өйткені жеңіс соңғы 6 ойын бойы жеңілмей келе жатыр. Иә, 9 ойын жеңілмей келе жатыр ғой. Демченко өте бір күшті команда құрып селекциясын жасаған. Кеше қосал құрамынан шыққан жігіттердің өзі ойынды өзгертті. Иә, өте керемет ойнады жеңіс кеше. Бапкерлік жеңіс болды негізі кеше. Бұл астаналық команданың жеңісі, бұл заңды тұрғыда болды. Негізі бір 20 минут қарағаннан кейін Ақтөбенің футболшыларының жағдайы осы екені білініп қалды да. Допқа кешіп барды, стыктарда неге Бағдат Қайыровтар жаңағы сары қазал қуылып кетеді. Ол жаңағы дұрыс позиция таңдаудан емес, ол жаңағы
күштің жоқтығынан мысалға да. Бұл енді Бағдаттың қызыл қағазы ойынға меніңше әсер еткен жоқ. Бағдат қалса да, алаңда қалмаса да жеңіс ұтатын еді. жоқ, ол жерде мысалы екі сары қағаз көрдіңіз ба? Бұл бір қатты сары қағаз. Біріншісі сары қағаз, екіншісі енді бір анда 50-50, бірақ ол жерде камера дұрыс болған жоқ меніңше. Кіті ертерек бергенде, жақынырақ бергенде Бағдаттың қолы жаңа кім, Адиле ма? Адилен басына тиіп кеткен секілді. жоқ, жалпы бұл ана Бағдат несі сияқты ғой, бумеранг ретінде алдына Қайратпен алмаған қызыл қағазын қазір алып. Иә, тура сондай қызыл қағаз громыкада алып кетті ғой, мысалға қышынтағы біреудің бетіне тиіп кетті ғой, сонда қызыл қағаз алды. Сондықтан мына жерде Ақтөбенің кейде ана кешеде комментарий оқып отырдым да, Бағдат Қайыровтың қызыл қағазы несправедливо дейді, әділетсіз болып, бәрі әділетті, меніңше. жоқ, мысалы кеше Еуропа лигасында, конференция лигасындағы матчтардағы жаңағы төрешілерді қарайтын болсақ, бұндай жағдайларға пысқыртта қарамайды да, олар жүгіріп кете береді, тұр дейді да. Бізде неге тым жоқ, ол сен Еуропа лигасында жаңа төрешілерді аса мықты былай мақтаудың қажеті жоқ қой, кеше ғана пенальтиді көрдік қой. Бірақ жалпы мен ойымша бұл жеке төрешінің андай ойынға деген қандай градус көзқарасы, көзқарасы, трактовка бар. Иә, ол жалпы Наженкоға болған. Наженко жалпы бір матчта қателеспесем осы премьер-лигадағы төрешілердің ішінде сары қағаздар ең көп көрсететін жалпы төреші. Сол себептен бұл жерде енді қызыл қағаз бұл жерде аса жанкүйерлерде аса дау жоқ шығар. По игре алып тұр ғой. Иә, бұл соңғы минутта алды ғой, ол қызыл қағаз, ол аса қатты рөлін ойнаған жоқ. Сол себептен ең бастысы енді келесі ойында Елмайға қарсы Гути негізі қызық ойын болайын деп тұр. Принципиальный ойын. Иә, принципиальный, жалпы Карповичтің Ақтөбеге деген ойын әрдайым принципиальный болды. Сол себептен енді Әлібек Қасым жағдайын білмейміз, қалай болады, ол келесі ойынға дейін бола ма, болмай ма. Жалпы не болып жатқанын да білмейміз. Әлібек Қасыммен не үшін алдында кіммен қарсы еді? Қайратқа қарсы Қайратқа қарсы, иә, сол жарақат алғаннан кейін неше уже 2 айдай болып қалды ғой, бір ай. 11 турды алды ғой. 2 айдай сол ұлттық құрамаға бара алмай қалды, уже 2 айдай өтіп кетті. Сол 2 айдың ішінде бір ақпарат шыққан жоқ. Не болып жатыр Әлібекпен? Кеше жаңа қосалқы құрамда былай отты, бірақ заявкаде болған жоқ. Жалпы ойыншылардың қасында отырды да, бірақ заявкаде болған жоқ. Не болып жатқанын оны да білмейміз. Енді келесі ойын Елмайға қарсы Ақтөбе енді чемпиондыққа білмеймін енді. Жоқ, Әлібек сен басында айтып кеттің ғой, Ақтөбе чемпиондыққа таласа алмайды. Ол маусым басында белгі болды, чемпиондыққа таласа алмайтын. Неге? Өйткені селекцияда проблемалар болды. Қаншама жаңағы трансферлар жасалды ғой, екінші айналымда келді ғой, мысалға, иә, трансферный окнода. Бұл нормальный клуб, ондай трансфер көп жасамайды, мысалға. Екі точный позициясын ғана күшейтеді, мысалға, иә. Кім келді? Артур Шушиначев, Жуков, тағыдан бір Швырев деген жігіттер. Корзун деген жігіттер келді, мысалға, Кусяпов келді. 5 адам ба уже? 5 адам. Бұл жерде тағы бір ойыншы келейін деп жатыр, сосын орталық болды ғой, уже 30 өтіп кетті ғой. Свободно кетіретіне келмесе. Сосын ана кім? Бұл жерде халыққа да түсіндіре кетейін деген, футболда андай болмайды ғой, мысалы, бұл симулятордағыдай емес, осы 5 ойыншыны алды, 5 ойыншы бірден мықты ойнап кету керек деген секілді. 5 минут адаптациясына уақыт керек. Бұл қандай футбол, Левчуктың футболы қандай, қала, атмосфера, ол ана үйін ойлайды, жаңағы әйелін ойлайды, баласын ойлайды, қай школға берем, қай садикке берем деген нәрселер өте көп футболшының көкейінде тұрады да. Мысалы, кейде айтады, Шушиначев неге алды? Енді қалай неге алды? Ол да игровой практика болмады. Мысалы, қанша 2 ай ойнаған жоқ, мысалы, иә. Келді, Ақтөбеге өзін табылмай жатыр. Ондай болып қалады кейде. Сен басқа бір ай ойнады ғой енді ол. Ол ана өмірдегідей ғой, сен қонаққа бір жерге барасың, бір не свои тарелки боласың ғой, ұнамайды саған деген секілді. Біреудің отношениесі ұнамай ма, біреудің столдың қалай тұрғаны ұнамай ма, кім қалай тамақ жеп отырғаны ұнамай ма, сол да футболшылары секілді ғой. Бұл жерде әрбір футболшы трансферде келді, міндетті түрде бір андай результат береді деген қағида жоқ. Шушиначев, Ақтөбе, Шушиначевтың клубы емес екені уже қазірден белгілі. Бірақ ол мықты футболшы, оған уақыт керек. Ол уақыт Ақтөбенің жай кім халқын көріп отырсыздар ғой, Шушиначевті жерден салып, жерге салып жатыр деген секілді. 5 адамды алып келген ең басты сұрақ әрине облыс басшылығына. Болды. Футболшыларға емес, тренерге емес. Неге ол тренер вообще қазір отыр өз орнында? Соған сұрақ. Спорттық директор неге алып келді деп ойлайсыздар? Марат Хайруллинді. Мысалы, Әлібек сен ой. Біріншіден айтып өтекті Хайруллин келген. Хайруллин келді. Орнына келген. Дарвонченко кетті. Дарвонченко
бұл ескі Қазақстан адамы ғой мысалға, мен айтпай қояйын Ескі Қазақстан емес, ол Қазақстанда болмаған адам ғой, жоқ, ешқашан Москвада оны алып келген адам қазір Қазақстанда жұмыс істемейді да, Иә. федерацияда, оны федерациядан адам алып келді мысалға да, ол соның кісісі, сол Доронченко арқылы сол клубқа келіп өзінің стратегиясын, өзінің күшін ұстағысы келгенде ол планы жоспар алсамай қалды. Енді орнына келген Марат Хайруллин, Ақтөбенің ең мықты, енді тарихында ең мықты футболшылардың бірі, ең үздік бомбардир айтпақшы Хайруллин. Маусым аяғына таман келді, бұл ходты сіздер қалай қабылдадыңыздар? Мен ешқалай қабылдаған жоқпын, мен білмеймін жалпы не үшін келді, қазір трансфер біткеннен кейін не үшін келіп тұрғанын мен түсінген жоқпын. Ол болашақ енді қыста болатын жаңағы трансферлерге жауапты кісі шығар енді. Қалай түсіндіруге болады оны? Қалай түсіндіруге болады? Логикалық тұрғыда. Логика тұрғыда жанкүйерлердің ашуын басу ретінде алып келген шығар. Енді қазір бәрі сол басшылықты кінәлап жатыр ғой, енді Шалекеновтен бастап бәрін енді кінәлап жатыр. Енді сол сәл ашуын басу үшін Марат Хайруллин шақырып отыр. Марат Хайруллин мен білмеймін жалпы. Бұған дейін қай жерде істеген, бір кішігірім агент болып жүргенін білдім. Бірақ қаншалықты қазір тәжірибесі бар, жоқ, қаншалықты жаңағы біздің жалпы футболда ең көп шешетін жаңағы біліктілік емес қой, бізде көп шешетін енді связьдар. Хайруллин біздің қазақ футболында связьдары бұрынғы кезден қалды ма, қалған жоқ па, сол баяғы Смаковтар бар да, бірақ аса қатты ондай связь жоқ адам ғой негізі. Қателеспесем Қазақстанда тұрмайтын кісі, Мәскеуде тұрады. Білмеймін, көре жатармыз, менде андай не жоқ, ешқандай иллюзия жоқ, ол одан бір Ақтөбе күшейіп кететін дейтін сияқты ондай ешқандай иллюзия жоқ. Иә, аңыз, бірақ ол футболшы ретінде аңыз, қазір директор ретінде қалай өзін көрсететінін білмеймін. Доронченко кетті деген посттың астында Шалекеновский де кетті деп жатыр ғой, аут деген сияқты. Ол қалай, орынды ма жанкүйерлердің пікірі? Иә, не үшін орынсыз болу керек? Әрине орынды. Әрине. Жалпы қыста қалай сен клубқа чемпиондық мақсатын қоя аласың, егер сен трансферің Өміртаев пен Рабио болса, және Сейдахмет болса? Үсенов. Жалпы осындай трансферлермен біз чемпион боламыз деген қалай мақсат қоюға болады? Менің ойымша басқа сыймайтын зат. Сол себептен білмеймін, енді қыста алған, мысалы кеше қыста алып жатты, қазір жазда алған трансферлер Кусяп. Мен вот маған біреу түсіндірсінші, вот Ақтөбеден басшылық Кусяпов не үшін керек? Жарайды, бапкер айтты, сол аяқты бізге орталық қорғаушы керек. Жарайды. Еуропа лигасына және лига конференциясына неше минут өткізді Кусяпов? Барып қайтты, турист ретінде ар жаққа, бер жаққа турист ретінде барып қайтты, заменде отырды, и Еврокубок біткеннен кейін қазір шығып жатыр. Не үшін алды, мен түсінбеймін, не үшін? Мен соны түсінбеймін. Соны біреу түсіндірсе Ақтөбеден, жарайды деймін. Жалпы алып жатқан трансфер Швирев, мысалы Ордабасыға керек болмаған Швирев не үшін келді? Жалпы трансфер Рабиуды жалпы алған тарихы да ол қызық. Ойыншылар оқу жиын жаттығуын бітіріп жатқан кезде Түркияда сон біткеннен кейін келеді, 2 күннен кейін Қайратқа қарсы ойын ойнайды, және 1 айдан кейін жаңағы тізе жарақатымен кетіп қалады. Оған ешқандай медосмотр жүргізілмеді ма? Оны жалпы не үшін алды? Алса неге сол қыстың басында алмайды деген сұрақтар жалпы көп. Жалпы сосын тағы бір сұрақ, неге жалпы басшылық неге осындай бір интервью, осындай ашықтық жоқ та? Неге бір сұхбат, жанкүйерлермен кездесу деген сияқты жауап беру дейтін неге жауап? Бүйтіп тасбақалар сияқты жауап қалды да болды. Жанкүйерлермен кездесу жасады олар негізі 1 ай бұрын ба, қателеспесем. Бірақ сұхбатқа, сұхбатқа келмейді. Енді сол басшылық, әрине басшылық. Енді кімді кінәлау керек? Левчукты ма? Жоқ. Левчук ол жалпы Ақтөбе қазір төрттікте жүргеніне Левчукке жалпы рахмет айту керек сияқты менің ойымша. Негізі Шалекенті проблема емес қой бұл жерде. Енді ол көп нәрсені клубта шешпейді. Неге? Басшылығы. Жоқ, негізі андай болады адамдар. Сен клубтың басшысысың, и сен просто исполнительді қоясың. Бірақ түп тамырда және меніңше Шалекен меніңше емес, Шалекен даже трансфер кезінде және ойыншыларды аса қатты шақырып сөйлеспейді да, мысалға. Оны шешетін жаңағы облыс басшылығы. Өйткені Ақтөбе ол Шалекеннің командасы емес. Ақтөбе бұл жанкүйерлердің командасы емес. Ақтөбе ол облыс басшылығының командасы. Сонда ұмытпайық. Сосын және андай бір ақпараттарда шығып жатыр да, 4 миллиардты бюджеті бар. Ол 4 миллиардтың барлығы Ақтөбе кетпейді ғой. Ақтөбе кететіні 2,5. Официально лот бойынша 2 миллиард теңге кетеді. Өйткені 1 миллиард Еврокубок, 1 миллиард КПЛ-ға дайындау, 1 миллиард футзалға,
балалар футболына, женский футбол, Детский бірақ сад. ол жерден айналып әйтеуір Ақтөбеге де алып келеді ғой. Сонда да бұл жерде енді бірандай бір попечительский совет дегендер болады ғой, мысалға, иә, клубтың адамы бар, облыс әкімшіліктің адамы бар. Бар ғой. Олар неге сол жиналып жария салмайды, мынандай проблемалар. Ауруын жасырған айнат андыма өледі дейді. Сондықтан Ақтөбе келесі маусымға дайындалу үшін қазірден бастап жақсы бапкер керек, өйткені сол 11-ші турда менде Жоқ, бапкердің неге нәрсі бар? Менде сол сұрақ. ойын жоқ Ақтөбеде. Сіз жалпы телевизорды қосып бір Иә, 4 Көресіз бе? ойында бірде 2-ақ гол соған, и то бір матчта гол соған. Ойын жоқ. Негізі Ақтөбенің қарап отырсаң, жаңағы 5 адам келді ғой. Картинкасы более-менее нормальный клуб. Иә? Иә? Дұрыс па? Ұлттық құраманың ойыншылары бар. Раби деп қой, Жанжайра, Думбия секілді мықты ойыншылары бар. Сейдахметтер бар. Енді ойнап кеткен жігіттер ғой. Неге олар 4 ойында 2-ақ гол және легияға салып кетеді да, мысалға? Неге олар 4-0 есебімен ұтылады на выезде? Неге олар үйде жеңіске ұтылады? Неге олар большинстве тобылға ұтылады? Бұл жерде Левчук қайда ой? Ақтөбеде. Ақтөбеде қазір жанкүйерлерден басқа ештеме жоқ. Осыны мойындап, осыны саралап, қазірден бастап келесі маусымға жұмысты дайындау керек. Өйткені Әлібек, мен сені айтайын, Ақтөбе чемпион болады дедің сен маусым басында. Үштікке кіреді дедің, таласады дедің. Үштікке кіреді дедің. Үштікке кіру мүмкін әлі де. Кірмейді Ақтөбе. Ақтөбе биыл 4-ші орынды сақтап қалса, мейлі жақсы результат бұл. Көре жатырмыз енді. Негізі біз ана Спартамен болған ойында айтқан жоқпыз ғой, мысалы 4-0 ол жеңіліп келді осы алаңда. Мен өзім ренжіген жоқпын ба, сіздер? Мен оны как факт ретінде қабылдадым. Спарта өте мықты команда. Жоқ, қазір Қазақстанда Спартадан өтетін бір команда бар ма? Ақтөбеден басқа. Жоқ, енді. Сол үшін ренжи Бірақ ұттық қой. Бірақ енді ұттық қой екіде. То есть андай факторлар болу керек қой. Футбол андай ғой. Бір күнде сен Спартадан 4-0, 5-0 ұтып аласың, екінші күні сен Спартаны 0-0 ойнап бере аласың. Бірінші таймда Ақтөбе қалай керемет ойнады? 0-0. Бірақ екінші таймда давление, Спарта тын, Спарта аш, Спарта барлық жақсы болды. Газон неге айтамыз, газон керек, жақсы газон. Өйткені жақсы газонда сен жақсы сапалы футбол өткізесің, ойнай аласың. Топ тез жүреді. Ал бізде өкінішке орай кеше мүлдем мүмкіндік болмады. 2-0 болғанда да мен ішіме сезім бәрібір Спарта өтіп кетеді, өйткені сырт алаңда өте қиын болады. Біздің логистикамен ана Европаға бармай, Астанаға келіп Европаға кеткендігі не масқара бұл, мысалға айтшы. Чартер ұйымдастыру болады. Чартер енді қиындау, қымбат. Мойындау керек. Бірақ 4 миллиард аздау болып тұр ғой. Жоқ, енді ол жерде басқа неге келіп тұр ғой. Чартер қымбат. Чартер болса шамалы. Тек қана чартер бізде биыл кім ғана жүрді ғой? Қайрат болды. Жеңіс жайында да айта кетейік. Негізі бұл команданың былай серия болып жатыр ғой, жеңілсіз келе жатыр. Сыры неде деп ойлайсыз? Кеше андай ауызбіршіліктер көрініп тұр да кәдімгідей. Сосын Исламбек Қуат үздік ойыншы атағын алды ғой. Негізі Реал Мадридтен бекер ауысып келген жоқ па жеңіске? Жоқ, Жеңістің қазір андай мықты сериясы болды. Калияға түсіп тұр. Жеңістің кәдімгі жақсы ойнап жүр барлығы. Бірақ алдағы турларда ұтылатыны не ғой? Факт қой. Меніңше Жеңіс қазір сол кубокқа бүкіл потенциалды кубокқа салу керек. Қазір олар ұшпайды, жоқ точно ортада қалып тұр. Ана Демченко дегенді басында да бәрі айтты ғой. Ноунейм қайдан алып келдіңдер? Пиралы Алиев жоқ, енді көбісі сен емес шығар. Пиралы Алиевті бая қалдыру керек еді, Астананы ұтты ғой кубокта. Неге оны алып тастаңыздар деп. Міне, сол тактиканың, сол стратегияның арқасында Жеңіс қазір ойнап жатыр. Жеңістің футболшылары, қазақ футболшылары қалай керемет ойнайды. Андай бір химия бар ғой. Кеше қақпашы бірінші голды ана екінші тайм басында гол жіберіп алғанда, кім еді қақпашы? Игнатович па? Есеп қалай болушы еді. Кеше Жеңістің сол именно определен Ақтөбе қарсы ойында барлық өзінің рөлдерін жақсы атқарып шықты. Жақсы заменалар болды. Атмосфера таза, атмосфера дүзу, оларға түкте андай бір давление жоқ, и сол волнамен кетіп жатыр. Сосын кеше матч біткеннен кейін қобыланып жатыр стадионда. Жанкүйерлер жеңіске жаңағыдай қолдарынан тұрып молодцы деп қол шапалақтап жатыр да. Негізі енді ол кімге реніш болып тұр ғой, негізі өз клубына реніш болып тұрған. Жоқ, негізі енді бұл дұрыс емес деп ойлаймын. Біз енді әр подкастта айтамыз, Ақтөбенің жанкүйерлері ең үздік, номер 1 дейміз. Енді сөзсіз үздік, бірақ енді мынадай нәрселермен оған кері әрекет жасап жатыр. Жанкүйерлік деген ол ондай нәрсе емес қой. Кеше Владқа да провокация болды, мысалға жанкүйерлер тарапынан. Енді 13-ші секторға сөз жоқ, ол 90 минут бойы өздерінің жаңағы стадионды қыздырады ғой, бірақ мына сол тілмен айтқанда кузмалар дейді ғой, кузмалар кәдімгідей жанкүйерлер жалпы Ақтөбе жанкүйерлері өздері не істесе де өзі біледі негізі. Ол
қанша жылдан бері қалыптасып келе жатқан жанкүйерлік движение, ол сен ешқалай өзгерте алмаймыз біздер. Жалпы ол қалыптасқан зат, дұрыс болсын, бұрыс болсын, ол Ақтөбенің жанкүйерлері. Басқа ештеңе дей алмайсың, болды. Жалпы Жеңіс туралы менде бір сұрақ тек Елдарға. Жалпы сіздің енді бір жақын досыңыз ғой, Айдын Қожахмет дейтін. Мен жақын арада бір естіп қалдым бір кісілерден, жалпы клубты құрған жалпы Айдын Қожахмет емес, Давид Лори. жоқ, басқа грузин, Мамука ма, жалпы сол кісі. Агенттер ғой. Жалпы сол кісі деп. Қаншалықты рас емес, сол Айдын Қожахметтің жалпы клубқа деген бір үлесі аз деп айтып жатқандар. Жоқ, енді қара, клубта әрбір қызметкердің өзінің орны болады. Әрбір қызметкердің өзінің функциясы болады, иә. Жаңағы облыс бар, мысалға, иә, Ақтөбеде жаңағы кім Доронченко, спорт директоры, кім Шаликенов бар, обычный директор ғой, без гендиректор. Сөйтіп Жеңісте де сондай. Жеңісті құрып кеткен бәрімізге белгілі Давид Лори. Өзіміздің подкастымызда да келді ғой, мен құрдым. Қазір қатысы бар ма? Бірақ қазір қатысым жоқ дегенмен де бір ықпалы по-любому болады. Өйткені сол кісімен ақылдасады ғой. Енді де юра ешкім емес қой, бірақ де факто енді сен қалыптастырып кеттің клубты. Бұл клуб сенің бөлшегің, сен қалай оны беріп қоя аласың, мысалға да. Ол Қазақстанда любой жерде бар ғой, мысалы, депутат болады ғой. Мен баяғы предпринимательский бизнес жүргізбеймін, бірақ ол бизнес по-любому болады ғой, оған ақша келіп отырады ғой. Бұл жерде оның қатысы қандай? Бұл жерде басқа сұрақ. Оның қазір функциясы қандай жалпы Жеңісте андай бір 3 директор бар. Сол арқылы өте қате тұжырым ғой, ол дейтін сіз айтып жатқан өте қате. Мысалы негізі сіз айтып жатқансыз қалдырып кеткен бизнес. Жеңіс біріншіден бизнес емес ешқандай. Себебі Жеңіс дейтін сіздің қалтаңыздан, біздің қалтамыздан кетіп жатқан жалпы ұлттық қаражаттан алып жатқан ақша. Жоқ, параллель бизнес деген сен ақша алып отырсың по-любому. Мысалы, депутат қандай ақша алады ол? Мәселе одан емес, сен түсінген жоқсың. Оның Жеңіске деген ықпалы қандай болады? Өйткені сен жасап кеткен нәрсе, мысалға, иә, сен бірдеңе жасап кеттің да, ертең сен басқа жұмысқа шақырады, сен оны қадағалайсың ғой, қарайсың ғой, не істеп жатсыңдар, дұрыс па, сенімен келіп ақылдасады адамдар деген секілді. Бұл жерде дәл солай. Бір ретінде Лори КФ-ға кетіп қалды да. Жоқ, қаншалықты ол дұрыс? Қаншалықты дұрыс, бұрыс екенін өздері білсін. Жоқ, сізден сұрап қаншалықты дұрыс ол? Жоқ, егер ол араласпаса, мүмкін. Жеңіс қалай аты? Жеңіс осы Қазақстан премьер-лигасында каждый турында, бір турында пенальти соғып, бір подсушка болды ма ойларында? Болды ма мысалға? Жоқ, мен болған жоқ, мен соған келіп факторитін айтып отырмын ғой. Ең аз пенальти соққан командалардың бірі Жеңіс. Жоқ, ол ойын жаңағы дұрыс просто тек пенальтимен көрінбейді ғой, ол дейтін басқа фактор. Қандай фактормен көрінеді? Жоқ, жалпы ел майдан кейін жалпы көп матчтан. Жоқ, жалпы федерацияда отырған адамдардың бір клубқа деген бүйрегі бұйырып отқан жалпы барлық клубқа бүйрегі бұрады олар. Кімнің? Федерацияның барлық клубқа бүйрегі бұрады. Бірақ кейбір клубтарға көбірек бұрады. Мүмкін больше, мүмкін. Жоқ, ол дұрыс па, сізден сұрап жатқан бір сұрақ қой, дұрыс па? Жоқ, ол дұрыс емес деймін. Жоқ, мен соны түсіндіріп отырмын ғой, неге оның ықпалы әлі бар деген секілді. Ол ықпал кетпейді биылда. Өйткені ол оның клубы ғой енді, возрождение жасаған клубы. Сондықтан да ол келіп мүмкін типа қалай еді, совет сұрайды деген секілді. Сонымен қатар айта кетейік, біздің sportpuls.kz сайтында керемет лайфскор бар, кез келген үздік топ 5 лига немесе Қазақстан премьер-лигасының турнирлік кестесін, үздік бомбардирлер барлығын біздің сайттағы лайфскордан көре аласыздар. Сондықтан тезірек біздің сайтымызға өтіңіздер. Көкшетауда бізде тағы бір қызықты ойын өтті. Оқжетпес командасы енді алғашында Шымкентте ойнап жүрді, бүгін өз алаңдарына оралды. Реконструкция аяқталғаннан кейін Елімай командасын қабылдады. Тең аяқталды, негізі жеңіп келе жатқан еді. Жұмат қоя гол соққан, Жұмат соқты, кейін Ғалымжан Кенжебек есепті теңестірді. Сіздің сүйікті клубтарыңыздың бірі ма Елімай негізі? Елімай емес, сүйікті клубтарым Оқжетпес, Ферапонтовтың Оқжетпесі болған, бірақ қазір енді Қайрат Нұрдәулетовтің Оқжетпесі қалай? Нұрдәулеттің Оқжетпесі енді қалай тур сайын 2 гол салмайтын команда ғой. Бұл енді прагматикалық футбол. Нұрдәулеттің өзінің кәдімгідей конегі. Бірақ 2 гол жібермейтін де команда. Бірақ 2 гол жібермейтін. Ұтылмайды да, ұтпайды да, андай бір жеңіс кезінде болды. Жеңіс басында, маусым басында. Сондай болды ғой. Марат, Алияр Мұхамед дегендерді біз оны жоспарладық қой сіздермен бірге. Олар формасын жоғалтады. Замена аз. Жетісуда, Оқжетпесте оларда спад болады. Сол спад өтіп, Қайрат Нұрдәулетов келіп, енді бір жақсы комбинациялық командный Нұрдәулетовский футбол кеше. Бір голын соқты, бірақ ана жерде сұрақ болды, пенальти болды ма, болған жоқ па, ол енді сұрақ жаңағы бас төрешіге және повторға. Өйткені үлгермейді, ол жерде стоп кадрда жасай алмайсың. Қолы тиді ма, тимеді ма, бірақ ана балдар жаңа Оқжетпеспен сөйлестік қой, сол капитанмен сөйлесті, тигендей болды деді. Өзі мойындағандай болды. Капитанский повязка тұрады ғой.
соған тиіп скорее дача мне еді пенальти. А так ойын енді ничья болатынына мен сендім, өйткені андай бір фактор болды да менде. Естеріңізде ме, Елімай Жеңіс ойыны Семейде өткен. Елімай Оқжетпес ойыны Семейде өткен. Әкім келді, бірінші матч, алды да Оқжетпес 2-0 есебімен ұтып кетті. 3 емес па? 2-0. 2-0 есебімен бүкіл Семей қаласының солдауты тойды бұзып жүрді. Осындай бір бола ма, өйткені Оқжетпес бірінші матч қой, қайтып келгеннен кейін. Жоқ, ондай болған жоқ. Кәдімгідей андай футбол терезесінен ешкім артық емес, ешкімнен кем емес. Бірінші таймда Оқжетпес жақсы ойнады, екінші таймда Пайрюздің шыққаннан кейін Елімай жақсы ойнап кетті. Енді Кенжебектің физикасы бүкіл 90 минутқа жеткен жоқ. Егер жеткенде бірдеңке қалып, 2-1 есебімен салып кетуші еді. Ораз және 90 минутта мүмкіншілік болды ғой негізі Кенжебектің. Мүмкіндік болды ғой. Жоқ, оның алдында Пайрус шыққаннан кейін сол бәрі правый флангқа ауысып кетті. Ғалымжан Кенжебек тіпті жолып кетті. Бар ма, жоқ па екенін білген жоқпын мен алаңда. Просто жүрді, сосын соңғы минуттарда мүмкіндік болды. Жақсы ойын болды. Футбол тұрғыда меніңше Карпович та Нұрдәулетов та бұл есепке риза. Елімай негізі келесі турдағы ойыны қызығырақ болайын деп тұр. Ол қандай болуы мүмкін деп ойлайсың, жалпы болжамың қалай? Екі команда да оң тұрған жоқ. Левчукты отставка жіберетін ойын болуы мүмкін бе? Жоқ. Левчук кетуі мүмкін деген бір ақпарат естіп едім ба? Кімді алады? Айтыңдаршы, жарайды, кетсінші, кімді алады? Кетсе табылады ғой, жаңағы не туралы айтшы, Елімай Ақтөбе туралы. Елімай Ақтөбе қандай болуы мүмкін? Елімай негізі фаворит болып, ойын басына фаворит болу керек негізі. Бірақ Ақтөбе бір апталық циклден кейін, дайындалған циклден кейін біраз демалып, негізі ойын бойынша Ақтөбе маған ең қатты ұнайтын командалардың бірі қазір. Ойын бойынша. Бірақ ойын бойынша алатын болсақ, мен ойынша Ақтөбе негізі жеңу керек. Бірақ Елімай өзінің үйінде ойнайтын факторы бар. Сосын жаңа Ақтөбедегі Бағдат Қайыровтың ойнамайды. Қайтадан батыстан шығысқа деген перелет. Қайтадан логистика, сол сұрақтар бойынша негізі Елімайдың бір бас жоғары ма? Бір бас емес, енді бір жарты бас жоғары тұр. Петропавлда бізде Қызылжар өз алаңында Тобылды қабылдап 0-2 есебімен жеңіліс тапты. Осы ойын туралы жалпы талқылайтын матч па? Енді айта өтейік, қостанайлық Петропавлдық жанкүйерлер бар. Бұл ойында қызыл қағаз болды. Ақтөбенің сияқты жаңағы Панин беді. Иә. Сол Петропавлдың жанкүйерлері сол Паниннің кетуін сұрап жатыр. Олар ақырын сұрап жатыр да. Ешкім естімей жатыр. Орысша сұрап жатыр олар. Естімей жатыр да. Чурчиштің бұрынғы командасы сосын. Чурчиштің бұрынғы командасы жалпы білмеймін. Аханонуды алады. Білмеймін қандай жалақы алады. Аханону бірақ тіркей алмайды. Бан ғой оларда. Иә, онда неге алады деген сұрақ бар да, жалпы. Адамдар жалпы басы сау емес па, сол жағын бірінші тексеріп алу керек сияқты. Жалпы сол, Тобыл әлі Сочи чемпиондыққа таласып жатыр, кубокқа таласады. Сол себептен Тобылда бір қалыпты ғой бәрі. Бәрі бір қалыпты. Негізі жеңетін белгілі болды, матчқа дейін. Бұны ұтылса, уже чемпиондыққа мүмкіндік болмаушы еді ғой. Өйткені орталық ойында Қайрат құтылып қалды ғой үйінде. Бір андай бір холодный душ алып алды да. Ал Қызылжарды қазір 2-1 ұтып кетеді. Тұрғанда ұтып кетті ғой. Бірінші таймда естеріңізде ме? Тек қана левый пенальтимен андай бір мен айтып бүйтіп сол жеңіс қана қалған бәрін ұтылып жүр ғой. Себай клубта проблема бар. Клубта ішінде проблема бар. Бұл оны бір сыртқа шығармай тұр. Қазір қарап отырсаң Қызылжар бір ең бір андай былыққа батып кеткен клубтардың бірі осы Қызылжар негізі Тұран емес. Ол просто шығармай отыр да. Екінші жағынан Себай қызыл қағаз алып болды ғой. Келесі ойындарға өзі сол қуанған сияқты, былай аса қатты дауласқанда жоқ. Демалысқа барып келеді. Иә, демалысқа барып келемін деп. Сол кезде билет алып. Андай не ғой еще оларда? Ақшалай агенттіктер бір ойынға шықсам мынандай ақша, неге ол шыққан жоқ? Өйткені оған қарыз ақша. Тағы да төлегісі келмейді. Ол алып та мына жерде қызыл қағаз алып, өзі де білмеймін. Мүмкін, иә. Алматыдағы ойынды да айта өтейік. Алматылық Қайрат өз алаңында Ұлытауды қабылдады. 1-0 есебімен жеңді. Бардыңдар ма? Сол мен барайын ба бармаймын деп ойланым, ақыры бармай қойын дедім. Стадионда енді адам аз болды, бір 3000 ба, 3000 жар әрі кетсе. Енді ана неден кейін кубста аншлаг болды ғой, содан кейінгі стадионның андай түрде көрген кішкене ауырлау екен. Сосын негізі Ұлытауда жалпы күткен жоқпын, бір 3000-нан көп адам күткен жоқпын. Жоқ, маңызды ойын болды ғой негізі Қайрат үшін. Әрине, чемпиондыққа өткені осы ойын арқылы олар бірінші орынға шығып кетті. 3 очкодан не істеп. Резервистерге не берді, уақыт берді. Андай бір на классе победа, маңызды победа. Бірақ Оразбақтың бірақ наразы, мықты наразы ойыншыларға.
до конца ойнамаған үшін ба? Жалпы айтты. Жалпы ойын өте нашар. Мен ойыншыларға да оны айттым. Жалпы концентрация жоғалтқаны туралы айтты. Соңғы минутта жіберіп қоя жаздағанын айтты. Біз сынап жүрген Эдмилсон гол соғып кеткенші сосын. Жалпы мына алған Рикардиньо да Эдмилсон да жалпы Қайраттың деңгейінде емес. Қайрат не күшейтетін деңгейде емес та, мына жалпы Еврокуб қалып жатыр ғой. Осы екі ойыншыны Еврокубта аса қатты көрініп жатқан жоқ. Сол енді Жоау Пауло мен Элдердің әлі деңгейіне жетпейтін сияқты бұл. Обоймада жүретіндер ғой негізі. Шығып келіп 20 минут сол баяғы кететін деген секілді. Жалпы ауа райын жасап жүрген сол баяғы Жоржиньо, Сатпаев, Громейко солар ғой негізі жасап жүрген. Сол себептен трансферлер аса қатты бір сәтті өтті деп айта алмаймын. Сол Сантана мен Жоау Пауло болғанда енді қазір мүмкін отрыв Астанадан үш ұпай емес, одан да көп болушы ма еді деген сұрақ қоямын. Олар енді қазір жарақат алып ойнай алмайтын болды ғой. Ойнай алмайды. Жоау Пауло келгенімен Қазақстанға Қайратта жүр, қазір восстановление жасап жүр, бірақ ол білмеймін. Жоқ, олар заявкадан алып тастады ғой екеуін. Иә, ойнамайды олар. Иә, сол. Дозаявочный болады ғой, неге группаға түссе, бірақ қоспайтын шығар ғой. Неге? Ол кезде КПЛ болмайды ғой. Көреміз енді. Жоқ, риск болады ғой енді. Келесі маусымға қалай. Енді бір жылдан рецидив деген нәрселер бар. Бір маусым болды ғой, бір маусым өтті, бір маусымда енді қалыпқа келетін. Бірақ енді байқасаңыздар, бара-бара тур сайын жаңағы Сантана мен Жоау Пауло туралы халық ұмытып кетті бір жағынан. Біз Громейко, Дастан Сатпаев, Жоржиньо. Жоқ, мынау не? Мынау 3000 адам дейтін мен түсінбеймін. Жалпы 3000 адам дейтін миллиондық қалада 3000 адам дейтін білмеймін. Енді бәрі сырт жақтан келгендер, жоқ, жарайды, енді олар 23 000 адам жинаймыз деп тұр ғой. Мысалы Словенға да мысалы Словенға бар. Иә, мысалы Словенға шықты ғой, мысалы бүгін бір күнде өтіп кетті ғой. Иә, бір күнде өтіп кетті дейді. Енді 3 000 адам дейтін не масқара. Ол Астанада да сондай негізі. Анда Астанамен кім топ вывескаға бармайсың ғой, болмайды ғой сол кезде. 3000 адам, 5000 адам енді примерно келеді ғой. Ал ұлттық құрамаға, жаңағы ЛЧ конференцияға всегда нормально. Енді Қайратта ең басты қуанатынымыз жаңағы жанкүйерлер ультрас келді ғой. Ең басты сол. Әйтеуір адам жоқ болса да атмосфера бар да, шамалы болса да енді жанкүйерлердің сүрмеуі бар деген сияқты. Шымкенттегі ойынды айта өтейік. Ендеше ең қызықты ойындардың бірі 2-2 есебімен аяқталды. Ордабасы мен Атырау. Сіз айтқан қызықты ойындардың бірі осы болды ғой. Иә, өйткені мен бір күн бұрын жаңағы нелерді қарағам, эксперттердің ойлары қандай екенін. Атырауға вообще сенбеді ғой. Атырауға жеңісіне Әлібек 10 коэффициент берді ғой. Онан көп. Онан көп берді ғой. Оны түсе бастады, мен 10 кезінде көрдім, сосын қарадым. Онан қалай? Сонда Атырауда вообще мүмкіндік жоқ. Сонда ол енді бірде Ордабасы сұғат дейтін жоқ, енді көріп тұр да, ол эксперттер Қазақстан премьер-лигасын қарамайды да. Енді сол Атырау соңғы орында келе жатыр дейді да, ал Ордабасы енді типа ортада фаворит деген секілді. Ойын бойынша түк фаворит емес. Ехқан Астана құттықтауға болады. Пенальтиден гол соқты, өзі де жасап кетті ғой. Я пенальти өзі заработать етіп, өзі соқты. Имнадзе биыл вообще таңғалдыруда өте жақсы ойыншы. Бірақ екінші таймда енді раздевалкада Жуковский, Дидарлар сол футболшыларда бір премиямен жігерлегендей болған сияқты. Сол екінші таймда басқа Атырау шығып, тіпті ұтып кетсе де мен таңғалмаушы едім. 2-2 бұл енді андай не. Мен КФУ-ға не бердім ғой, тоже болжамда сұрайды ғой олар эксперттерден, типа сол ойын тең есебімен аяқталады. Жалпы не ма? Ой болды. Кім шат? Ұлытау ма, Атырау ма? Тұран бар ғой. Жоқ, Тұранды мен қарастырып жатқан жоқпын. Олар ұшатын белгілі. Жоқ, Ұлытау мен Тұран енді шамамен екеуісі 13. Келесі турда Тұран мен Атырау ойнайды ғой сосын. Негізі қазір жоғары жақтан астыңғы жақ қызығырақ сияқты ғой, чемпионатта қалу дейтін бәсеке. Жоқ, Тұран 14-ші орынды өзіне Ұлытау ұшатын секілді. Кім? Ұлытау өз андай ойымда ұшса екен. Айнаке. Атырауға қарағанда. Ұлытаудың ұшқанын қалаймын менде негізі. Неге? Жезқазғанның ана стадионның түрі тартпайды кәдімгідей. Мен Ұлытау ұшқанын мен де қалаймын, бірақ бір басқа себеппен. Тым жақсы Иван Озовский, тым жақсы ұпайларын алып келе жатқан кезде. Батыс етті ме? Иә, батыс еді, Мазбаевты алып келді. Мен түсінбеймін, Мазбаев келді, бірде бір жеңіс жоқ әлі. Не үшін ол Димаш Қашкен жіберіп қойды, не деген селекция ол вообще, түсінбеймін. Жарайды енді. Сол Димаш Қашкен қазір айтамыз, сол айтамыз. Айнат. Маңызды 3 ұпай сыйлады. Енді Атырау Ордабасы туралы бұл екінші гол бағана Олжас Керімжановтың қателігінен болды ғой бұл жерде. Екінші гол Хаткеевичтің қателігінен кетті. Екінші гол Хаткеевичтің қателігінен нулевой. Олжас Керімжанов. Ол бірінші гол. Ол бірінші голды айтып жатыр. Иә, бірінші гол. Қақпа жеткізбей тебе салу керек еді негізі. Иә.
сол Олжас Керімжан екінші Хаткевичтікі былай моменті дұрыс түсінбей қалған. сосын мына Жоқ, бұл жерде- Светелин деген ойыншы бар ғой. Кім? Светелин Чун бір бәле дейтін. Иә. Атыраудың. Ана бір эпизод болды ғой. Через себя тебем деп артында ордабасының ойыншысын маңдайынан ба Иә. тебетін. Сол негізі қызыл қағаз емес па? Жоқ. Ондай емес. игровой момент бар. Игровой момент қой, допқа әдейі қасақана емес. әдейілеп ол шипыймен басынан Маған қозғалған. білмеймін, сондай қылып көрінді да. Жоқ. Сұрай салайын деп. орда басқа жанкүйер болған секілдісің сол ойында. Иә. жоқ негізі бұл жерде бір ұпай Атырауға тамаша. Өйткені келесі турда Тұран ұтса, екеуі уже официально орын алмасып, Ордабасының аз коэффициентін алған ғой сол. Тұран соңғы орынға түседі. Жалпы бұл енді біз Ордабасын айтып келеміз ғой. Біздің ақпарат серіктестік ішіндегі бұл проблемалар бар. Селекциядағы шабуылшы жоқтығы. Айта алмаймыз. Айта алмаймыз ба? Жоқ, айтып отырмыз дейін да. Мартин да айтып отыр жігіттерге, мен не болғанын білмеймін, бірінші таймнан кейін вроде бы 2-0-де ойынды Жоқ, сушітетіп. болды. Оларда Ордабасыда КПЛ бітті. КПЛ болды. Жауап берсін. Сол айтып келген, Иә. КПЛ бітті, олар Бітті. кубок маңызды. Иә, кубок болды. Олар кубок қазір барлық назар сол Қызылжарға қарсы екінші матч болу керек. Барлық назар. Сол Динамо Тбилисиге қарсы болған мотивацияны сол Кубокты жеңсе, бірақ келесі кезеңде Еврододада ойнайды ғой тағы да, иә? Ойнасын. Жанкүйерлер қарсы болып жатыр, журналистер қарсы болып жатыр. болсын, енді қайтеміз, енді сондай ереже. Тағы ұятқа қалдырмай ма деген ба? Жоқ, бұл енді бұл популизм сөздер ғой, бұл ойнамасын деген секілді. Бұл бәрі еңбек жігіттер. Футболшы бұл ойнайды, бұлар андай бізге бір андай бір сөйлеу оңай ғой. Ай, мынау неге теппеді? Жанкүйерлерге не ұнайды, соны айтады ғой енді. Жоқ, сол ғой, мысалға. Бізде сөйтіп отырық қой, мысалы. Бізде сөйтіп айтамыз. Пустой воротаға неге теппеді? Ойбай, сен ойнап көру керек, ол Бізге оңай. Не, ол еңбек. Егер Ордабасы кубокты ұтып Европаға жолдама алса, Жоқ, торпеда УТС-ден ұшқан еңбек па? енді бірінші ойындағы қателіктер. Енді. Ендеше Талдықорғандағы ойында Жоқ, радиция жоқ қой, екінші айналымға өтіп ұшып кетті не мысалға. Ұшты ғой, главное. Болды. Талдықорғандағы не болды? ойын. Жалғыз Қайрат қазір молодец. Қалғандар бәрі пока. Ақтөбеде молодец қой. Не үшін молодец? Енді андай алпауыт азулы командаларға қарсы достойно ойнап берді. 500 миллион теңге негізі жинаған. Жақсы, енді Қайрат- Талдықорғандағы ойынды айтайық. Осы ойынды айтқым келіп бара жатыр. Айтыңыз. Жетісу мен Тұран арасында 1-0 есебімен аяқталды. Бұл матчта да қызыл қағаз болды, бірақ оған талқылайтындай емес қой енді. Айтшы, сен айтқың келіп тұрды ғой, не туралы айтың? Жоқ, мен голды айтқым келіп тұрды. Кашкен деген. Легенда. Кашкен тым танымал екен ғой негізі бұл. Қашкен сторисін түсін депсің ғой сен. Инстаграмына кірсем қатты танымал екен да, Жоқ, негізі көрдім, ондай екенін білмеппін. Мен айтайыншы, жалпы осы маусым басталған кезде бір TikTok көріп қалдым да. Ең жаңа подписчиктер бойынша ең танымал футболшылар. Бірінші орында қателеспесем Самат Смақов болды. Екінші орында Димаш Қашкен, үшінші орында Вичи Бирадзе дейтін ойыншы болды Ұлытауда. Сонда екі танымал ойыншы бір командада Ұлытауда ойнап жатыр ғой сол кезде. Енді Қашкен қателеспесем қазір Самат Смақовтан кейінгі екінші орында тұрған нелер бойынша. Бір командада не? Жоқ, былай жүреді ғой, Шахтерда ойнады, иә? Ақтөбеде ойнады, Ақтөбеде ойнады. Мадридта ойнады ол, Монакода ойнады, ол не деген легенда. Жоқ, неге кеше мен осы матч болмай тұрып, бір жолдас баламен кезіп қалдым да, бәм, Жетісу қалай ойнайды дейді да, Қашкенді өз құрамасына алған команда, не команда дейді да, осыдан Қашкен кеш салады ғой, кеш сонда что там ойында көрдің бе, Қашкен салды ғой дейді, қойшы дейді, иә, 3 ұпай алып келді. Міне бітті, Қашкеннің маусымдағы миссиясы орындалды. 3 ұпай, ауадай қажет Жетісуға, 3 ұпай. Болды, олар осыдан кейін енді смело тұру ғой енді. Жоқ, бұл Жетісу ұшпайды. Нақты айтайын, бұл Жетісу ұшпайды болды. 19 ұпайды Атырауда, Ұлытауда, Тұранда үшеуі де ала алмайды 19 ұпайды. Сол себептен Жетісу ұшпайды болды. Сосын бағана сол матчты көрсеңіздер енді қап-қараңғы сондай бір жерде ойнап жатыр екен. Ол енді федерация сұрақ, біріншіден 3 матчты неге қатарынан қоятын біріншіден. Кішкене күндізгі уақытқа қойса болады. Негізі осы ойында. Кеше Алматын жалпы ауа райын білесіз бе? Кеше аса қатты ыстық болған жоқ. Талдықорған енді оның алдын ала қарамайды ғой. Мысалға ауа райы қашан шығады екен? Кешкі уақытта ойнауға келмейді негізі ана стадионда. Аптабұрын енді ауа райы Қараңғы ғой. Түсінікті ғой, жалпы кешке шығыста вообще ойнауға келмейді, өйткені 4 деп атады ғой. Күн. Жоқ. Неге 3 матч неге бірге қойды? Онда неге Ақтөбе матчын ерте қойған жоқ? Жоқ, бұл жерде қараңыздар жігіттер. Не? Жоқ, федерация өкіл сияқты тұрып Жоқ, федерация өкіл емес. Мен былай жауап берейінші негізі. Көп сұрақ осылай қояды. Неге 5-6 матч қатарынан деген. 5-6 мен 3-ақ матч қой. 4-өө болды ғой. Осы жарайды ол. осы доп жетпес басталғалы бері айтып келе жатқан проблема ол. Иә, мен
ол проблема сондай проблема емес. Неге? Жоқ, бұл жерде барлығын сізге сіз қарамайтын болғасын сізге проблема емес шығар. Мен мысалы қарайтын болғасын маған проблема. жоқ, сен ғана қарайсың. Сен напротив Онда КПЛ жалпы вообще курстер жоқ, КПЛ-ді жалпы бүкіл матчтарды кім қарайды? Айтыңдаршы, осы сұраққа жауап беріңізші. КПЛ-дің әрбір турдағы бүкіл матчтарын кім қарайды? ютубтан қараңызшы енді. Кім қарайды? Әлібек қарайды. Мен қараймын. Сен қарайсың ба бүкіл матчтарды? Жартысын ғана қараймын. Жоқ, сіз біз қарамасақ та енді көп қой, жалпы біз көп емес. жалпы 20 миллион халқымыз бар. 20 миллион ішінен бір 100 адам қарайтын шығар бүкіл матчтарды. ютубта кіріңіз, қараңыз, бізде екінші лиганы қарап жатқан адамдар жоқ, бар ғой. Айтпай қарамаңдар деп айтпаймын, қараңыздар. Бірақ әлемде практика қатар өтіп жатқан бір турда 4-5 матч қатар өтіп жатады. Бұл жерде тек қана Әлібек, сен бүкіл матчты қарайсың ғой. Журналистер, сіздер бүкіл матчты қарайсыздар ғой деп, сіздер же 4-те, 6-та, 8-де, 10-да деп шетелде команда көп қой. Бізде сондағы қанша бір 5-6 ма тур не ғой? Басқа елдерде 14 команда. Германияда 20 команда. 3 матчқа көбірек қой. Разница онда емес, жігіттер. Германия, Испания бар, 20 командасы бар. 3 матчқа көбірек енді бізде. Бізде 7 матч болса, оларда 10 матч. Дұрыс па? Оларда енді қанша матч параллельно болады? Соны жауап беріңізші. Параллельно матч болмайды Испанияда. Болмай ма не параллельно? Қара, скрин жасаңыздар. Біздің монтажер Серік скрин қойшы осы жерге. Испания чемпионатын қарап көріңіздер, олар негізі бөлек-бөлек болады. Сол себептен сол бізде сұрақ сол федерация, мен маусым басынан айттым, неге қыста айтты, салқын, ойнай алмаймыз деді. Жазда айтады, ыстық, ойнай алмаймыз болады. Енді қандай, қашан ойнау керекпіз сонда? Бәріміз манежге көшейік. Бәріміз манежге көшейік та. Әлбек, конструктивно. Конструктивно. Қалай календарь? 7 ойын тықшы маған. Жұмаға ойын шығады. Жұмаға бір матч. Жұмаға бір матч. Келістік. Сенбіге бір матч, жексенбіге 3 матч. Сенбіге 3 шамамен 2-3 матч, және жексенбі 2-3 матч. 2-3 матч емес, 7 матч сенде. Дұрыс қой енді 2 матч, немесе сенбі, немесе... Дұрыстап қойыңыз Әлеке. Жоқ, сенбі, жексенбі... Жұма бір матч. Жұма бір матч, сенбі, жексенбі... 3 матч, екеуінен. Дұрыс па? Сен логика бойынша? Жоқ, кейде сенбі 2 матч болсын, кейде жексенбі 3 матч болсын. 4-ө. 3. 7 матч. Жарайды, 7 матч. Жарайды, 3-1. Аха, жақсы. Уақытын айтыңыз енді маған. Сенбі күнде қай уақыттан бастап қараймыз? 5, 7, 9. Аха. Солтүстіктегі командаларды күндізірге ойнатқызу керек та. 5, 7, 9 неге болмай ма? 5 кіммен ойнатасың сен? Батыстағы командаларды ойнату керек 5-те. Батыстағы емес. Батыстағы. Ол батыс. 5-те ойната алмайсың. Сағат 8-де жап-жарық. Елімайда ойната алмайсың. Жоқ, 5-те қоя салайықшы, мысалы, ке жетісудың ойын. Не өзгереді, мысалы? Жетісудың ойын 5-ке? Иә. Ыстық. Ыстық болған жоқ. Комфортный. Жоқ, мен айтып отырмын, солтүстіктегі командалардың ойынын күндізірек қою керек. Оларда ыстық емес қой енді, сылтау айтылмайды. Құрсын, бізде детский кішкентай балдар сағат 2-де ойнап жатыр. Жоқ, Жезқазғанда жігіттер матч болды ғой. Жезқазған кім еді? Сағат 5-те болған матч. Елімай. 40 градус болды. Жоқ, жарайды. Болды, енді біздің чемпионат сондай. Жоқ, жігіттер, бұл жерде қараңыздаршы, мен ешкімді ақтап жатқан жоқпын. Ақтап сіздерде андай ой болады да, барлық қазақ футболында жасау оңай деп. Не так, жігіттер, көптеген факторлар бар. Еврокубок бар, кубоктың факторлары бар. Ол ойынның уақытына қандай қатысы бар? Жоқ, енді сен адам футболшыны сендер ойласаңдаршы, футболшыны. Иә. Футболшылар негізі апта сайын бір апта демалу керек қой, бір клуб. Бізде қазір сен осындай фактормен істепсаш, бір клубтың ойыншылары 5 күн демалады, бір клубтың ойыншылары 12 күн демалады, 7 күн демалады деген секілді. Ну, шетелде құрсын бір аптада 3 матч өткізіп жатқандар бар ғой, оны ешкім жалғыз өткен жоқ. Шетелде Қазақстанмен салыстырмаңыздар. Ол жерде бөлек. Осындай керек кезде салыстырмаңыздар деп жатыр. Жоқ, жалпы мен мынау 3 матч қатарынан бол. Жарайды, 2 матч. Мен проблема көріп тұрған жоқ календарь. Мен көріп тұрмын. Өйткені сен барлығын көресің. Жалғыз мен емес. Неше адамсыңдар? Сол айтып тұрмын басынан сол. Жоқ, сонда жоқ. Ол жерде мәселе ондай емес. Әрбір болельщик, әрбір фанат өзінің командасының матчын көреді, оған болды. Елімайда не болып жатыр, Оғыз жетпесте не болып жатыр, ол хайлайтстарды қарай салады. Сен жаңа КПЛ матчтарын бәрін қарайсың ғой, денсаулыққа зиян емес па? Кішкене сыр беріп отқан жоқ па денсаулығың? Жалпы, иә. Жалпы мына самайдағы шаштар маған жалпы біздің болельщиктер, фанаттар, подписчиктен сұрақтар, Әлібек нешедесің сен, жасың? 29-ға толдым. 29-да бола. Толдым. Иә. Жалпы жоқ, ол егер ертең біздің премьер-лига бір теңгеге бір басқа телеправаны сатамыз десем, бірінші істейміз десе, жоқ, бүйтейік онда, болмайды. Әлеке Астана келеді ғой бір күні.
мен оны апарып федерациядағы неге келістірейін. Ол жерде календарға ответственный бір шал адам бар. ана Кім еді шал фамилиясы? екен негізі көрініп тұр. Шал адам бар. Сол бүкіл 10 жыл бойы қатарынан ба сол календарь сол істейді екен. Қазбек дейтін де соған Жоқ, ол қатысы жоқ оларға. Олар жай не істейді ғой олар. Новость жазады ғой олар. Сондай ма? Тым қатысы жоқ оларға. Сол кісімен барып жолықтырып, сол бір подкасттарынан екеуін отырып, сол календарь қалай құру керек деген Фазыл секілді. Қайыр. дебат жасайық. Ол оған қатысы жоқ. Неге? Бір орыстың бір маманы бар жалпы екен. сол ғой Жоқ, енді дирекцияның ішіндегі біреу шығар. Мүмкін Фазыл Қайырмен сөйлесіп. Фазыл Қайыр неге ұнамайды осы саған? А? Неге ұнамайды? Премьер-лиганың өтіп жатқаны ұнамайды маған. Жалпы саған ұнайды ма? Өткен подкасттарда айттың ғой, Фазыл Қайыр деп Иә. айта. Жалпы кеше Атыраудың бапкері айтып өткен проблема мен де айтып өткім келеді. Жалпы қалай біз қазір циклден 12 күн демалдық деді ма? Қанша күн демалдық дедік? Бір апталық циклден жалпы шығып қалды. Жалпы мен қазір білмеймін, көбісіне андай Жексұрын. иә, жексұрын болып көрінеді шығар, бірақ менде мынандай ой. Жалпы перенос дейтін зат негізі болмау керек. Жалпы сен Еврокубокқа өткенің, сосын мына апта ортасында өткізетін матчтарын, сосын бір аптада 2 матч өткізетінің, жалпы сол Еврокубокқа өткеннің құны болу керек негізі. Сол құнымен төлеу керексің. Болды. Ол жалпы басың алатын аманат секілді. Сол бір аптада 2 матч өткіз. Егер Еврокубок өтетін болса, 2 матч ойнауға дайын болу керексің жалпы. Мен ойым сол. Себебі қазір таблицаны ашамыз, 17 ойын біреуде 18, біреуде 19, кім қай орында тұрған. Қайсар, мысалы, кеше Астанамен ойнамай қалды. Соңғы ойынмен келесі ойын арасы 10 күн, 14 күн. 14 күнде ойыншылар не істейді? Олар циклден шығып қалады. Біздер мына төрде жүрген командалардың ойын ойлаймыз да. Астана, Қайрат, Ақтөбе, Еврокубокта жүрген командалар ойын. Аста батып атқан командалар, мысалы, Атырау. Алдында сезонның ортасында Астанамен, Қайратпен ойнап жеңіліп, барлық ұпайларды жоғалтып, қазір мысалы жеңіс секілді шаршаған Астанаға қарсы, шаршаған Қайратқа қарсы шығып ұпайларын жинаудың орнына қазір олар маңырап отыр, мысалы. Сол себептен біздер чемпионат егер былай командалар дамысын десек, жалпы бірдей календарь болу керек бәрінде. Перенос болмау керек. Сізге жаман ғой. 7 матч қатарынан көре алмайсыз. 5-ақ матч көресіз аптасына. Ол менің қателігім емес қой, көре алмайтын. Ол қателік жаңа расписание істеп жатқан адамның кесірінен қой көре алмайтын. Сол себептен сол. Сонымен қатар 19-шы турда Қайсар мен Астана ойнауы тиіс еді, бірақ бұл матч кейінге шегерілуіне байланысты бұл турда өтпеді. Одан бөлек айта кетейік, құрметті көрермендер, біздің sportpuls.kz сайтында барлық спорт түрлерінен эксклюзивті жаңалықтар бар. Сонымен қатар біздің редакциямыз Ордабасы, Елімай, Оқжетпес футбол клубтарының ақпараттық серіктестігі екенін естеріңізге сала кетеміз. Бүгінге осы, келгендеріңізге көп рахмет, уақыт бөліп, баршаңызға рахмет. Аман сау болыңыздар.